сосын Көркемай айтады, мен үйге кетуім керекпін, мама дейді. Қалай кетесің, есік алдында ана жігіт тұр ғой дейміз да. Сосын сөйтіп айтады ана. Короче, сіздер дұрыс түсінбей қалдыңыздар. Бұны бір оқырманым, бір қыз, короче, сол айтты. Сол, короче, сосын Көркемай айтады, үйге барамыз деп. Сосын кім айтады? Аялым айтады, Қумаш, не дейді. Сосын кім айтады? Жаңа айтқан қыздың аты Айлин да. Сол Айлин айтады, оның басына өткен ғой, мен емес. Сосын дейтін, мен сылған жоқ. Айлин айтады, Қумаш дейді. Сосын бәріміз сол үшеуміз сол апаның үйінде қаламыз. Сол қалдықта короче, бір қыз бар. Сосын сол қызбен бірге араласып ойнап жүре бердік. Сонымен бітті. Енді тағы бір қызын айтам қазір. Оны бірақ соңыра айтам. Себебі оны дұрыстап оқып алған жоқпын. Білесіздер. Мен ұста негізі өзімнің басында өткен история жоқ. Депа. Короче, тездетіп қысып. Мен кешке далаға шығам ба, шықпайым ба белгісіз. Біз аяр олар шығам екен, шықпайым екен. Әжем. Мама дейтінше, істема қалай бүгін кешке келе ма папалар? Сұйықта алыпта келеді ғой. Бірақ 2 сағатта барады да ол жаққа. Маймай ғой. Ферелеп көрмәз. Сұрмендермен даусымағам. Мен өзім өзгертіп атарым. Сіздер білмейсіздер. Мен қодысты. Анжықта анау